Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерге таңғы уақыты болсын деп тілейміз. Эфирде қайырлы таң Ақтөбе ақпарат саз бағдарламасы. Қымбатты көрермен, біз бағдарламамыздармен қарай жалғастырамыз. Енді күні кеше жақында ғана Ақтөбе қаласында өткен республикалық байқау өтті. Дина Нұрпейісованың 165 жылдығына, Ахмет Қуанұлының Жұбановтың 120 жылдығына орай жастар республикалық байқау өтті, және сол байқауда 7 мен 9 жас аралығындағы оқушылар арасында бас жүлде иеленген шәкіртіміз бүгін біздің студиямызға қонаққа келіп отыр. Екібаев Әділбек және оның ұстазы Тәжібай Ердәулет студиямызда қонақта. Қош келдіңіздер. Қош келдім. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Мереке құтты болсын, барлық мерекемен құттықтаймыз. Және жеңіс құтты болсын, жүлде құтты болсын. Рахмет. Рахмет. Тамаша. Енді бұлай бастайық. Ердәулет мырза қанша жылдан бері домбыра сыныбында ұстазсыз, және Ердәулет біздегі Әлбек жайында айтсаңыз, Әділбек жайында. Саламатсыздар ма? Тағы да құрметті қайырлы таң Ақтөбе ақпараттық саз бағдарламасына алғысымызды айтамыз. Жалпы баршаңызды қазақ елін Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бүгінгі бағдарламаға жалпы біздер осы Ақтөбе қаласында өткен республикалық байқаудан бас жүлде алған болатынбыз. Сол бас жүлдеден Екібаев Әділбек домбыра тартқан болатын. Алғашқы рет қатысып тұр. Менің жалпы жұмыс жасап жатырғаныма 20 жылдай уақыт, 2020-дан бастап келдім. Сол уақыттан бастап 5-6 жылдай уақыт болды. Содан бері қызмет жасап келем. Шұбарқұдық балалар музыка мектебінде домбыра класының мұғалімімін. Арнайы бүгін Шұбарқұдықтан келіп тұрмыз. Арнайы Шұбарқұдықтан келіп тұрмыз. Тамаша. Қош келдіңіздер тағы да. Енді Әділбек жасың нешеде? 9-да. 9-да. Неше жыл болды осы домбырамен айналысып жатқанға, домбыраға қатысып жатқанға? Осы жарты жылғы сентябрьден бастап. Сентябрьден бастап жарты жыл болды ма? Жарты жылдың ішінде осындай жетістікке жетіп жатырсың, тамаша. Нешінші сыныпта оқисың? 4-ші. Күйге қатысасың ба, әлде дәстүрлі ән айтасың ба, айтысасың ба, жыр? Күй? Қандай күйлер тартып білесің? Адай білем, келіншек білем, балбырауын білем, мұрагер деген күй. Тамаша. Мынау жарыс қалай болды? Қиын болған жоқ па? Жоқ. Не тарттың ол жақта? Бұл жақта адай күй тарттым. Адай күйін тарттың, тамаша. Ұстазың ұнай ма саған? Иә. Тамаша. Ұрыспай ма? Қолың дұрыс қойылмай жатса? Жақсы. Енді Ердәулет мырза, қанша жуық шәкірт бар? Шәкірттердің жалпы қазіргі заман балаларының домбыраға деген ықыласы қалай? Жалпы мектебіміз бойынша 400-дей оқушы бар. Соның ішінде өзімнің шәкірттерім 14 шәкіртім бар. Оның ішінде енді әр баланың қабылдауына әртүрлі күйді үйренетіні бар. Балдардың қабылдауына байланысты. Бүгінгі енді Екібаев Әділбек деген оқушым, бұл жаңа өзі де айта кетті, сентябрьден бастап қатысты. Жасы 9-да. Дегенмен мына конкурсқа қатысқан кезде 7-9 жас аралығы деп есептейді. Ол жерде 7 жаста қатысады, 8 жаста қатысады. Ал музыка мектебіне келгенде ол оқушы 8 жастан бастап келуі де мүмкін, 7 жастан бастап келуі де мүмкін. Ал бұл Екібаев Әділбек 9 жастан бастап келді, бірақ сол шағын уақыттың 5-6 айдың көлемінде мектепшілік байқауға да қатысып, республикалық, облыстық байқауға да қатысып, жүлделі орын алып жүр. Мына жерде марапаттарды көріп отырмыз, бұл алғашқы жеңісі ме Әділбектің? Бұл алғашқы жеңісі, осы Ақтөбе қаласында өткен жастар республикалық байқауынан алғашқы жүлдесі, және де мектепте де, мектепшілік байқауда да жастардың 2026 байқауына қатысып, онда да бас жүлде алған болатын. Ол мектепшілік алғашқы бас жүлдесі. Енді бүгінгі таңда жалпы қазіргі күй өнері қаншалықты насихатталып жатыр? Күй өнері енді қазіргі заманда өте қарқынды дамыған. Себебі біздің Шұбарқұдық балалар музыка мектебіне келуші домбырашылар да өте көп. Сондықтан осыған қарап-ақ күй өнері жақсы дамыған деуге болады. Ал енді екі шектің бірін қатты, бірін сәл-пәл тикен бірі, нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп студиямызға қос бірдей қос үшек алып келіпсіздер. Рұқсат болса қонаққа да сұрайық. Қандай күй тартып береміз? Адай күй. Адай күйін тартып берейік, өзі тартып бере қойсын. Дуэт орындамайсыздар ма? Дуэт орында. Дуэт Дуэт орындай қойды.
ұстаз бен шәкірттің орындауында. Мұрагер. Ал жалпы менің осымен қатар, жеке оқушымен қатар жалпы жас өрен ансамблі бар. Сол жас өрен ансамблінде облыстық республикалық байқаулардан жүлделі орын алып жүрген болатын. Және жас өрен ансамбліне мүше Екібаев Әділбек жеке де тартады, жас өрен ансамблінде де тартады. Ал ендеше мұрагер Нұрғиса Тілендиевтің күйін орындап берейін. Енді Әділбек, өзіңді жеке орындауыңнан да тыңдап көрейік. Қандай күй дедің? Адай. Адай? Ал, бәрекелді. Öyle. Керемет. Жарты жолдан ішінде осындай үлкен жетістікке жетіп жатырсың, тамаша күйлер шырқап жатырсың, Әділбек.
өзіңе енді болашақта мықты күйші болуға тілектеспін. Әділбек, енді болашақта кім болғың келеді? Болашақта мен күйші болғым келеді. Композитор болғың келеді, күйші болғың келеді, иә? Бұлай басқа мамандықтарды арманда көрмедің бе, Әділбек? Ұшқыш, ғарышкер, милиция қызметкері, қандай? Негізі пожарный болғым келеді. Өрт сөндіруші қызметкері болғың келе ма? Иә. Тамаша, керемет. Иә, енді қазіргі балалардың енді өте бір алғырлығы деп айтсақ та болады, одан бөлек кез келген нәрсеге бейімделгіш келетін, иә? Осы тұста шынымен жарты жыл аралық уақытта қиын күйлерді үйрену жалпы қазіргі балаларға жеңілдірек секілді. Солай ма? Себебі қазіргі таңда енді кәсіби түрде кішкене қиындау болуы мүмкін, себебі қазіргі таңда YouTube дегендер жаңағы әлеуметтік желілерден үйреніп жатады ғой. Қазір нотамен емес, сандық жүйемен, сондықтан кейбір оқушыларға ол оңай болуы мүмкін. Ал дегенмен кейбір оқушылар оны үйренгенмен техникасы жетпеуі мүмкін, нота сауаттылығы аз болуы мүмкін. Ол кезде қиындау болады. Ал біздерде кәдімгі кәсіби түрде үйретеміз. Нота сауатымен. Кейде көріп жатамыз ғой, сандық жүйемен үйретіп жатады. Иә, сандық жүйемен үйретіп жатады. Ол кезде енді балдарға оңайырақ болады, бірақ ол кезде нота сауатын кішкене білмейді. Бірақ кәсіби тұрғыда негізі нота сауатын үйренген дұрыс. Енді балалар қазіргі таңда өз еркімен келіп жата ма, әлде ата-ананың баулып осындай бір өнерге ата-аналар беріп жата ма, қалай? Енді әр кезде әртүрлі, жалпы кейбір оқушыларымыз домбыраға жаңағы хобби ретінде келеді, жаңағыдай ата-ананың ықпалымен келеді, кейбір оқушылар қызығушылықпен өзінің жаңағы талантын шыңдайын деп сондай мақсатта келеді. Енді әрбір оқушының әртүрлі, бірақ көбінесе енді қызығушылықпен келеді ғой. Қанша шәкіртіңіз бар бүгінгі таңда? Менде 14 шәкіртім бар. Бұның алдында 14 шәкіртім бітіріп түлеп ұшқан болатын мектептен. Алғашқы шәкірттер де бар, алғашқы шәкірттерім, иә. Тамаша. Шынымен енді домбыра ол енді қай заманда да, қай ғасырда да біздің енді ұлттық мұрамыз, ұлттық кодымыз, ұлттық жадымыз қымбатты көрермен. Сондықтан да дәл осы ұлттық өнер ешқашанда өшпеу үшін үйдегі кішкентайларыңызды домбыраға алып барыңыздар, домбыра үйренсін. Әр қазақ менің ойымша домбыра білгені дұрыс секілді. Дұрыс қой, иә, Әділбек? Әділбек, неше бауырың бар өзіңнің? Ағаң, апаң, інің, қардасың? 5 бауырым бар. 5 бауырың бар. Кімдер үйде домбыра тартады? Мен ғой тек қана. Тек сен тартасың, иә? Папаң, мамаң? Жоқ. Нағашы ата әжелерің? Гитара тартады папаң. Әкең гитара тартады, иә? Басқа домбыра тартатын ешкім жоқ па үйде? Ешкім. Қазір енді домбыра білгесін барлық тойда өзің өнер көрсететін шығарсың, иә? Той почти не умеет. Домбыра тартпаймын тойда. Тойда домбыра тартпайсың, иә? Тек осындай жарыстарға, сахнаға дайындалып жүрсің, дұрыс қой, иә? Ой, керемет, тамаша. Енді домбыраға өзің қалай өзі келді ме, әлде ата-анасының баулуымен келдің бе, Әділбек? Мамаммен келдім. Анаң алып келді? Осы жаққа алып келді, домбыраға өзің келдің бе? Домбыраға. Негізі де... Мына жерге мамаң алып келді ғой, иә? Ал домбырағың ма алып келді сені? Мамам. Оғында анаң алып Анасы, келді, тамаша. Анаң сені қашанда әйтеуір қолдап жүреді, демеп жүреді, жарыстарға қалдырмайды, иә? Иә. Сәлем жолдаған келе ме біреуге? Иә. Кімге сәлем жолдаймыз? Ата-анама, бауырларыма, тума-туыстарыма, бәріне сәлем жолдаймын. Қарап бүйтіп, сәлем. Ой, тамаша, Әділбек. Иә, өскенде енді үлкен күйші болуына тілектеспіз. Жалпы күй өнері ол ұлттық кодымыз, ұлттық жадымыз деп бекерден бекер айтып жатқан жоқпыз. Осындай кішкентай балаларымыз ертең болашақта қазақтың ұлттық өнерін үлкен әлемдік сахнада көрсететін өнерпаз болатынына кәміл сеніміміз мол. Иә, қымбатты көрермен, енді Ердәулет мырза, Әділбек үлкен алғысымызды білдіреміз. Арнайы осы бір Шұбарқұдық ауылынан біздерге келіп жатырсыздар. Жеңістеріңіз, жүлделеріңіз тағы да құтты болсын. Тек сахнаның төрінен түспеңіздер, қашанда мықты дарынды шәкірттер көбейе берсін дегіміз келеді. Иә, сәттілік тілейміз. Келгендеріңізге көп-көп рахмет.